Балалар сәлеметсіздер ме? Сіздер механикалық қозғалыс тарауымен таныстыңыздар. Қозғалған дененің кездесетін орны мен уақытын анықтауға арналған есепті шығаруды қарастырайық. Есеп. Екі дененің қозғалыс теңдеулері, яғни x1 тең болады 10t қосылған 0,4 t2 дәрежесі және x2 тең болады минус 6t қосылған 2t2 дәрежесі. Олардың кездесетін орны мен уақытын анықтау керек. Есептің берілгенін жазайық. Қозғалған дененің кездесетін орны мен уақытын табу керек. Бірінші дененің қозғалыс теңдеуі x1 тең болады 10t қосылған 0,4 t2 дәрежесі. Екінші дененің қозғалыс теңдеуі x2 тең болады минус 6t қосылған 2t2 дәрежесі. Екі дене белгілі бір уақыттан кейін кездесетіндіктен, олардың соңғы орындары x1 тең болады x2 және тең болады x болады. Сондықтан 10t қосылған 0,4 t2 дәрежесі тең болады минус 6t қосылған 2t2 дәрежесі. Математика курсынан алған білімді пайдаланып, теңдеуді шешеміз. 16t алынған 1,6 t2 дәрежесі тең болады 0. 1,6 t2 дәрежесі алынған 16t тең болады 0. Жақшаны сыртына шығаратын болсақ, 16t жақша ішінде 0,1 t алынған 1 тең болады 0. Көбейтінді 0-ге тең болу үшін көбейткіштердің біреуі 0-ге тең болу керек. 16t тең болады 0. t тең болады 0-ге. Бөгде түбір. Себебі қозғалыста уақыт 0-ге тең болмайды. Сондықтан теңдеуді шешеміз және уақыт пен кездесу орнын табамыз. 0,1 t алынған 1 тең болады 0. 0,1 t тең болады 1-ге. t тең болады 10 секунд. x тең болады 10 көбейтілген 10 қосылған 0,4 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі. Жауабы 140 метр. Жауабын жазамыз. Жауабы x тең болады 140 метр, t тең болады 10 секунд.